Photoshop бағдарламасында автоматты түрде стандартты нелер операциялар бар, автомат түрде орындалатын. Мысалы олар автотон, автоконтраст және де автоматическая цветовая коррекция, яғни автоматты түстер коррекциясы. Бұлардың көмегімен біз суретке ешқандай жаңағыдай қасиеттер берместен, бір ғана команданың көмегімен суретке не беруге болады? Автотон, автоконтраст және де түстер коррекциясын өзгертуге болады. Мысалға, бірінші суретімізге біз автотон командасын орындайық. Екінші суретімізге автоконтраст. Және де үшінші суретімізге түстер коррекциясын, автоматты түрде түстер коррекциясын орындасақ, көріп тұрғандарыңыздай автоматты түрде бізге суреттерімізді, мына суретте бізде автотон операциясы орындалған, ал мына жерде автоконтраст, яғни түстердің контрасттығы жоғарылатылған, ал мына жерде түстердің коррекциясы, яғни түстерді бір қалыпқа келтіріп Photoshop автоматты түрде бізге орындап береді екен. Сол сияқты бізде бұл жерде сурет және коррекция командаларының несінде тобында жарықтық және контраст дәрежелер және де кривые, яғни қиысқыздықтар деген сияқты әртүрлі нелер, цветовой тон, насыщенность, цветовой баланс, черно-белый деген сияқты жаңа бірнеше нелер бар. Осыларға бір-бірлеп жаңағыдай не алайық, тоқтап өтейік. Мысалға, яркость, контрастность, жарықтығы және де контрасттылығы. Мына бірінші суретімізге осы операцияны орындап көрейік. Мысалға, жарықтығын жоғарылататын болсақ, бізде суретімізге мынандай не беруге болады, өзгеріс енгізуге болады екен. Және де контрастын жоғарылататын болсақ, бізде суретіміздің қанықтылығы, түстер қанықтылығы жоғарылайды екен. Бұлайша жоғарылайды екен. Бұлай төмендетсек, суретіміз суреттегі түстер қанықтылығы азайып кетеді екен. Мысалға, біз бұған 70%-ға көтеріп қойық, жарықтылығын 10%-ға азайтайық. Ал келесі суретімізге біз нелерді, дәрежелер, уровни операциясын орындап көрейік. Бұл жерде, бұл уровни командасында сұхбат терезесінде бірнеше нелер бар. Мысалға, каналдар, түстер каналы, яғни RGB, қызыл, жасыл, көк, және де сол сияқты қызылдың өзіне қызыл каналға бөлек, жасыл каналға бөлек, және де көк каналға бөлек нелер өзгерістер енгізуге болады. Мысалға, бізде қазір RGB, яғни 3 канал бірдей таңдалып тұр. Бұл жерде біз мынау жолақтарды жүргізу арқылы суретімізге әртүрлі нелер енгізуімізге болады екен. Бірінші жолағымыз бізде жаңа қара түстерге, тұнық түстерге не береді екен, қанықтық береді екен. Ал келесі неміз сәл орта түстерге, яғни средний тона, орташа түстерге қанықтылық және де қанықтылығын азайтып береді екен. Ал үшінші неміз жарық түстерге, яғни ашық түстерге өзгерістер енгізу үшін қолданылады екен. Мысалға, бұған біз мынандай бір не беріп қояйық. Қанық түстерге 70%-ға әкеп не қояйық, 70% дәрежеге қояйық. Осылайша болмаса жаңа қызыл түспен, қызыл түс каналымен жұмыс істеп көрейік. Қызыл түстің несін ашып, терезесін ашып, бұлайша өзгертсек, суретіміз байқап тұрғанымыздай бұлайша өзгереді екен. Қызыл несін, орта түстердің қызыл түстің қанықтылығын арттырайық, бұлайша төмендетуге болады екен. Сол сияқты жарық түстерді бұлайша жоғарылатып төмендетуге болады екен. Сол сияқты жаңа жасыл түспен де істеуге болады, бұлайша көк түспен істеуге болады. Бұл жерде жаңа өзімізге керекті нәтижеге жеткенше бұл жолақтармен жаңағыдай жүргізіп ойната беруге болады екен. Ал келесі немізге біз
суретімізге қисықтар, яғни кривые командасын орындап көрейік. Бұл жерде стандартты стильдер бар екен, яғни бұл жерде түсті негатив, тұнықтану және де сол сияқты контрастты жоғарылату және де жарықтандыру суретті, мына суретке назар аударыңыздар, және де сол сияқты сызықтық контраст, негатив деген сияқты бірнеше нелер бар екен, стандартты командалар бар екен. Яғни бұл егер сізде бұл стандартты нелер неғылмайтын болса, көңіліңізден шықпайтын болса, бұл жерде мына сызықтармен былайша жоғарылатып немесе төмендетіп өзіңізге былай керекті суретті керекті дәрежеге алып келіп алуыңызға болады екен. Былайша осылайша бір неге жеткенше қалағаныңыз және алуға болады екен. Және де бұл жерде де жаңа RGB түстер моделімен және де қызыл түс каналымен, жасыл түс канал және де көк түс каналдармен ерекше жеке-жеке жұмыс жасауға болады екен. Бұлайша мысалға көк түстерді жоғарылататын болсақ, суретімізге көк түстер қанықтылығы жоғарылайды екен. Төмендететін болсақ, бұлайша көк түстер төмендеп, қызғылт түстің жарықтығы жоғарылайды екен. Нәтижесіне көз салайық. Мысалға мына жерде бізде қазір түстер және де контраст, жарықтық және контраст командасы орындалды. Ал мына жерде қисықтар, ал мына жерде жаңағы дәрежелер командасы орындалды. Суреттер нәтижесіне назар аударыңыздар.